мына өзіме өзі түсіреді екен. Өзіме өзі түсіріп жатыр, мен чиық деп видеоға түсір деп жатыр ма сонда? Мен видеоға түсіремін, картошка ашып жатырмын. Өзіме өзім шығармам, мына жақтан өзіме өзі мені түсіріп жатыр. Вот интересно, мен телефоным крутая, да? Түсірме? Так, мен өзімше тамақ мана ұмытып кетіппін. Астына ең бірінші құс етін салдым, картошка салдым, морковь салдым, перец салдым, помидор салдым, қызыл жуа салдым и мынандай приправалар, мана қызыл бұрыш, тұз, андай мінелерін салдым. Ең соңғысы капуста салайын деп жатырмын қазір. Так, бетін жауып қойдым. Асықпай бір сағат піссе сығырайып былқып шығады. Далаға таза ауаға шықтым. Демалайын деп қойын ба? Какой тебе демалу? Далада қойларға маңырап жатыр. Әне, менімен жарысып сөйлесіп жатыр. Тамақ қайда деп соларға жем берейін деп жатырмын. Жемізейін деп жатырмын. Сол бітіріп жатқан шаруам. Тамақты салып қойдым. Кешкі ауыз ашуға дейін жайлап пісе береді. Жаңа базарға барған кезде кебек алуға ұмытып кетіппіз ғой. Жем бітіп қалыпты үйде. Түбінде қалыпты. Соның барын берем. Мына түбінде кебек қалыпты, мына жерде. Ана жерде мынаның түбінде қалыпты. Соның бәрін қосып, мынанға езіп қосып берем ғой енді барын. Ал бармен базар. Жемді ездім барын. Мына жерде қараш, кеше нанандар бере алмайды шығар менді. Біреуден келген еді, қатты көктеп кетіпті. Бұл енді беруге совсем келмейді. Бермеймін, қоспаймын. Біздің тамақ осындай болып шықты. Жаңа пісіріп жатқан дәмле мама, сірне ма, өшім сондай барды. Ас болсын ал барын іше алыңдар. Мына жерде қызылбалықтың басы бар. Көкем қызылбалықтың басымен сорпаның ішінде жатыр. Менікін жемейсің ба сірнемді? Жемесін сірнемді детті. Ауыз ашып, ішімізге ел барып, рахаттанып, демалып, суға түсіп. Енді кинотеатр. Бізде кино қарайын деп жатыр. Қарайын деп едік, білмеймін, бірақ қыздар дайындалып жатыр, мені күтіп отыр. Мен бірақ қарағым келмей қалды, шаршап қалдым. Осымен қайырлы түн, бүгін түндеріңіз тыныш өтсін. Ертеңге дейін аман болыңыздар.